Криптовалюта қазір трендте және соны пайдаланатын әртүрлі мошенниктер пайда болған. Егер сіз олардың қалай жұмыс жасайтынын білмейтін болсаңыз, қадалуыңыз мүмкін. Бүгін мен бір мошеннический схеманы көрсетем. Осы арқылы біраз адамды алдап жатыр. Тіпті оған қатысты видеолар міне осындай YouTube'та тұр. Бұл қалай жұмыс жасайды және мен оның мошенник екенін қайдан білдім? Осы каналда P2P связка деген бұл мошеннический канал. Егер көрсеңіздер, мына жерде каналға барып, жалобы жіберіңіздер, каналдың өзіне бар. Астында қандай да бір биржаға, осы Binance деген биржадан қандай да бір басқа биржаға біз валютаны жібереміз, сол жерден обмен жасап қайтадан Binance-қа жіберіп біз ақша табамыз деп мына жерде айтылған. Дегенмен ол олай емес. Binance деген негізі өте нормальный биржа, сілтеме осы видеоның астында. Бірақ мәселе мынандай, dekibit.com дегенге жібереді. Мына видеода көрсетеді, мысалға біз dekibitке жібереміз қандай да бір ақшаны, бірақ сол жерге жібереміз, міне одан кейін біз сол жерде обмен жасап қайтадан Binance-қа жібереміз и солай ақша табамыз деген. Біз осы dekibitке жібере аламыз, бірақ қайтадан Binance-қа шығара алмаймыз. Қалай сен мыналарға жібердің алаяқтарға, олар саған ақшаны қайтармайды. Мен бір осыған ұқсайтын оқиғаны интернеттен оқыдым. Біреу осыған жіберген, кейін бұларға қандай да бір сылтаумен тағы да бір ақша жіберуің керек, содан кейін барып қана жібереміз деген. Әрине олар оны жібергеннен кейін барып та ешқандай басқа биржаға сен ақшаңды қайтармайды. Қазір біз осы сервисті ашайық енді. Көрейік бұл жерде қалай жұмыс жасайды. Сайтты көріп отырғанымыздай, бұл өте сондай серьезный көрінеді. Buy, sell, crypto instant дейді. Астында криптовалютаға қатысты әртүрлі ақпараттар бар, курстары деген секілді. Және ең бастысы астында арнайы қай жерде тіркелген және соған қатысты ақпараттар бар. Бұл проектіні тексеру үшін біз әрине домендік атауын тексеруден бастайық. Кез келген компанияның осындай домендік атауы бар. Бұлардың айтуы бойынша 2018 жылдан бастап жұмыс жасап тұр. Көрейік. Ең қарапайым жолы тексерудің бұл арнайы осындай доменді тексерейік. VIOS. Бұл арқылы біз бұл доменнің қашан тіркелгенін көре аламыз. Қай жерге тіркелген бәрін білуімізге болады. Expires in дейді. Мына жерде міне қараңыздар. 2023 жылдың 4-ші айының 8-інде тіркелген мына домен. Онда какого чорта мыналар 2018-ден бері жұмыс жасаймыз деп жазған. Вот это вопрос. Бүгін мысалға мен осы видеоны түсірген кезде 17-сі. Бұлар 9 күн бұрын тіркеген мына доменді. Және бұлардың қай жерде тіркелгендігі, жеке адресі жасырылған. Мына адрестердің бәрі өтірік болуы мүмкін. Обычный мошенниктер мына жерге ешқандай атты жазбайды, жазса да қатты бір скрит етеді. Қысқасы оның арнайы жолдары бар. Мысалға мына жерде тіпті DDoS жасамасын деп Cloudflare-ға тіркеп қойған. Осы арқылы мына данныйларды жасыруға болады. Және астында міне бұл финансовый сервис ретінде бір жерге тіркелген. Мына жерде жазуы бойынша регистрационный номері бар. Осындай адрес Грекияда тіркелген. Осы адресті алайық, көрейік бұл кімге тіркелген. Так, мына жерде регистрационный данныйлары бар. Бұлардың тіркелген данные бойынша осы номер бойынша бір компания тіркелген мына жерде Грекияда. Шынымен, бірақ бұл мошенниктер болғаннан кейін кез келген компанияның атын алады, бас жібереді. Көріп тұрғанымыздай dekibit деп тұр. Ал мына жерде қандай да бір мына жерде Via Finance деп міне аттарына дейін толығымен көшіріп алған. Бұлардың өздерінің жеке сайттары бар. Бұл басқа организация және 2017 жылы тіркелген. Телефон номерлері басқаша. Міне бұлардың реальный өздерінің сайты. Бұларға дым қатысы жоқ. Енді мен өзім разработчик болғаннан кейін даже бұлардың кодтарын қарап көрдім. Жалпы кімге тіркелген, мүмкін қосымша бір данный жазып қойған шығар деген секілді. Және сайттарында бұлардың кейбір функциялары жасалмаған. Просто бұлай адамдардың көзін алдау үшін қоя салған. Мысалға мына жерде email-ге жазылу деген бар. Қандай да бір почтаны жазасың, subscribe-ті басатын болсаң, subscribe адда дейді. Яғни сен жазылдың деп тұр, бірақ ни хрена мына жерде серверге ештеңе кетіп тұрған жоқ. Яғни бұл пустой сондай функция деген сөз. Енді бұл біз қызығы үшін тіркеліп көрейік бұл сервиске. Так, мен осы жерде тіркелдім. Әрі қарай жаңа видеода көрсеткені бойынша мына жерде біз өзімізше депозит дегенді басамыз. Әрі қарай осы жерге ақша жіберуіміз керек. Бірақ одан кейін әрине ол мошенниктердің шотына түседі және саған ешкім ештеңе қайтармайды.
get адресті бассайық. Так, бізге, короче, осындай адрес береді. Ethereum адрес, егер біз оны тексеретін болсақ. Так, blockchain.com арқылы тексерген кезде біздің адресіміз уникалды деген сөз. Енді программа арқылы кез келген, бұны жасау қатты қиын емес, просто жаңадан адрес генерировать етеді. Бұлар қатты бір андай тупой емес екен. Мысалға андай болуы мүмкін. Мына жерге бір адресті береді, ол адрес ар жақтағы мошенниктердің шоты, прямой сол шотқа кетеді. Бұлар әр клиентке жеке уникалды түрде бір адрес беретін болып тұр. Және мына жерде 200, міне қараңыздар, 271.245 рет запись болған. Егер демек, соның где-то бір 1% лаханут етті деп алғанның өзінде бұл аз емес я шынымен. Міне біреуге тағы да берген. Бұл 0 деп жазыпты бірақ. 43. Енді мынау осы транзакцияның адресі. ID, яғни осы бойынша біз басқа да адамдардың көре аламыз. Кейбір адамдарда мысалға in crypto дейді. Так, 40 дейік. Payment awaiting, мынаны көрейік. Қазір ақша салған болатын болса, вообще таң қаламын мен. Пока что ешкім сала қоймаған. Мен ойымша бәрі алданбайды, примерно бірақ алданатын адамдар бар. Жаңа айтқандай бір интернетте бір форумға біреу жазған. Ешкім бұл шотқа ақша салмаған, бұл жақсы әрине. Қысқасын айтатын болсақ, бұл мошеннический проект, алаяқтардың жобасы, сондықтан бұндайға мүлде жоламаңыздар. Почему-то менде жаңағы адрес, өзім аккаунтым бойынша сайт ашылмай қалды. Мүмкін бірдеңеден күдіктеніп система жауып тастаған болуы мүмкін. Және тағы бір мен VPN-мен ашқан кезде себебі ашылып тұр, ал мына жерде өзім былай без VPN ашылмайды. Және мына жерде қарайтын болсақ, мына каналда, бұл каналға обязательно жалып жіберіңіздер, заблокировать, пожаловаться на пользователя. Так, одан кейін спам, мошенничество, әрі қарай бүкіл видеосын белгілейміз. Далее осындай мошеннический жобаларды, скам жобаларды реклама жасап жатыр, анау-мынау деп жазуға болады и отправить. Енді мынаның бірінші осы видеосы бар. Басқа да бір әртүрлі проектлер бар. Мысалға ашатын болсақ, астында міне resbit.com деген бір проектін жарнамалаған. Бұның да жұмыс істеу принципі дәл сондай жаңағы проект секілді. Және бір-бірінен артықшылық жоқ. Дизайны чуть-чуть өзгерген. Бұлар сөйтіп басып жатыр. Егер мына доменді қарайтын болсақ, мына домен осы айдың 13 күні тіркелген. Бүгін 17-сі. Мынауда дәл сондай схемасы. Және қандай да бір адреске тіркелген, менің ойымша бұл фейк данныйлар. Енді андай болуы мүмкін, бір бұндай алаяқтық жобаларды істейтіндер қатты бір умный емес, осындай тупит етіп өзінің данныйларын қалдыруы мүмкін. Дегенмен міне телефон номер тұр. Және жаңа байқағанымыздай Грекияға қатысты бір ақпарат болған, тіркелген жеріне қатысты, бірақ мына қала бұл Исландия. Capital of Iceland деп тұр, Исландияның астанасы. Бұндай данныйды қалдыратында енді олар қатты ақымақ емес шығар. Дегенмен осы арқылы егер ар жазатын болса іздеп көруіне болады. Немесе мына жерде міне Cloudflare-ға тіркеген бұлар, ал бұл осыған дейін олардың адресі бір жерге доменден тіркейді, сол бойынша оларды табуға болады. Бірақ енді басқа елде болатын болса, Қазақстаннан біреу алданатын болса, оны ұстай алатынына мен кішкене сомнением бар. Сондықтан абайлау керек қатты. Қосымша тағы бұл каналда тағы бір видео бар. Декбитті реклама жасаған бұл жаңағы, және мына жерде Jixibit.com дейді, обменник. Бұл да сондай проект. 4 ай бұрын реклама жасаған сайты бар, 01 exchanger.com дейді. Бұл да дәл сондай, бірақ ол сайт әзірге міне істемейді. Бұлардың схемасы түсінікті, азырақ уақыт жұмыс жасайды да, сайтты жабады, қайттан новыйын ашады, қайттан жазады деген секілді, қайттан ашады. Және астында қарайтын болса, өте көп комменттер бар. Ең
бірінші видеоны қарайтын болсақ 85 коммент жинаған, жарайды. Мына жерде 138 коммент бар. Бәрін қарайтын болсақ, реальная годная связка, автор респект за то, что представил его дейді. Өңшең сондай комменттер, даже соңғы комменттерді қарайтын болсақ та, помог дейді, өте жақсы, анау-мынау. Короче, типичный сондай бір комменттер жазған. Бұл полный накрутка. Бұны әртүрлі андай биржалар арқылы негізі сатып алу мүмкін. Немесе бір канал болу мүмкін, осындай мошенниктер жиналатын. Просто ссылка жібереді, алады да бәрі коммент жазып шығады. Мыналарға бәріне лайк басады деген секілді.